Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Қарлығаш. Бүгін сіздермен итмұрынның денсаулыққа қандай пайдасы бар екені туралы айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Итмұрын бағалы дәрумендерге өте бай жеміс. Одан дайындалған дәрі-дәрмек медицинада асқазан және бауыр ауруларын емдеуге қолданады. Ал гүлдерін шайдың орнына пайдалануға болады. Дәруменіне бай жемісті емдік дәрі ретінде әрі дәрумен ретінде көптеген 100 жылдықтардан бері кәдеге жаратып келеді. Итмұрынның тек бір бөлігін пайдаланбай, тамырынан бастап жапырағын, гүлін, жемісін де емдік дәрі ретінде кәдеге жаратады. Өсімдіктен түрі емдік шәрбаттар, тұнбалар, қайнатпалар мен сығындылар және шипалы өсімдік майын дайындайды. Сонымен қатар халықтық медицинада бауыр мен өт қабы ауруларында, қуы қабынғанда, жүрек ауруларында, туберкулезге шалдыққанда арнайы қабылдайды. Итмұрын жемісінің 10-15 грамм күніне 1 рет, ал тұнбасын 2-3 рет жарты стақанынан ішіп отыру қажет. Итмұрынның жаңа піскен жемістерінен тосап қайнатып, кофеге ұқсас азықтар дайындауға болады. Мұндай тосаптарды шыны ыдыстарға құйып, қараңғы әрі салқын жерде сақтау керек. Итмұрын тұнбасын дайындау үшін оның кептірілген жемісін пайдаланады. Дайындалған тұнбаны дер кезінде, яғни қайнатылған соң бірден ішу қажет. Оның ұзақ сақтаудың қажеті жоқ. Итмұрын қайнатпасының пайдасын дайындау үшін 1 келі кептірілген жемісін 1 литр суда қоюланғанша қайнатып, артынша сүзгіден өткізеді. Дәміне қарай қант пен лимон қышқылын қосуға болады. Дайын болған тәтті қоймалжыңды су құйылған ыдысқа салып, тағы біраз қайнатады. Осындай тәсілмен қайнап шыққан қоймалжың сұйық тыныс алу жолдары суықтағанда, суық тигенде ішсеңіз болады. Қайнатылған тұнбаның 1 стақанын күн сайын ішіп отыру қажет. Асқазан қыжылы мен бүйректе тас болса, немесе әйелдердегі қан кету кезінде де итмұрын қайнатпасы көмектесе алады. Итмұрыннан дайындалған осындай тұнбалар мен шайларды үзбей ішіп жүрген адамның бойынан жұмысқа деген құлшынысын, ауруға бейім болмайтындығын аңғаруға болады. Сонымен қатар бас ауруының да алдын алатын қасиеті бар. Итмұрын тұнбасын шай дайындау үшін 1 ас қасық итмұрын жемісіне 1 стақан қайнаған су құйып, 10 минут эмальді ыдыста қақпағы жабық күйде қайнатады. Мұндай шайды 1 күн тұндырып қоюға да болады. Достар, бүгінгі сіздерге дайындаған итмұрын туралы пайдалы ақпаратым ұнаса, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.